Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік маңызға ие болған заңға қол қойды. Бұл заңда көрсетілгендей, бұдан былай кез келген президент 7 жылдық мерзімде ғана ел басқара алады. Одан кейін келесі басшы ауысады. Назарбаев дәуіріндей 30 жылға созылған ырғалаң-шырғалаң болмауы тиіс. Саясаттанушы Асхат Қасенғали Қазақстан мен Орталық Азиядағы биліктің ауысуына қатысты өз жорамалын жария етті. Оның ойынша Қазақстанда билікті тұрақты түрде ауыстыра бастау бұл үлкен маңызға ие. Орталық Азияда президенттер жиі ауыса бермейді ғой. Түркменстанда билікті Сердар алды. Ол жас 40-тан енді асты. Әлі біраз жыл отырады деуге негіз бар. Тәжікстан басшысы әлі отыр. Бірақ тақты ұлы Душанбе мері Рустам Эмомалиге беретін сыңайлы. Өзбекстанда Мирзияев конституциялық референдум жасап, өзінің мерзімін обнулюне жасады. Енді ол 2040 жылға дейін отыра алады. 2040 болмаса да шамамен 2035-ке дейін отыруы мүмкін деген болжам бар. Қазақстанда конституцияға президенттік мерзім жайлы өзгеріс енгізді. Онда президент 7 жыл, бір мерзім ғана отыратын айтылған. Қысқасы 2030 жылды біз басқа президентпен қарсы аламыз деп ойлаймын. Президенттік мерзім жайлы президент кеше бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескенде тағы да айтты. Сол себепті Орталық Азияда 2030 жылы Қазақстан мен Қырғызстанда басшы ауысады деуге негіз бар. Кім болады дегенге ешкім жауап бере алмайтын шығар, бірақ кім болса да көп векторлық саясатты ұстап қалатын адам болу керек деп санаймын. Конституциядағы 7 жылдық мерзім дегенмен алып қарасақ, онда 2036-да бізде 4-ші, 2043-те 5-ші президент болады деген сөз. Аман болсақ көре жатармыз. Биліктің тұрақты ауысуы бұл маңызды. Бұл жердегі негізгі акцент тұрақты ауысу дегенге келіп тіреледі. Тұрақты ауысу мемлекеттік динамиканы қалпына келтіреді. Саяси партиялардың кандидат шығаруы келесі науқанға дайындалуы дегенге әсер етеді. Қоғамда саяси науқанның қашан болатынын біліп отырады. Саяси партиялар саяси науқанды қыздыру үшін олардың саны көп болу керек. Соңғы жылдары партия тіркеу үшін бірқатар жеңілдіктер енгізілді. Адам саны қысқарды, мәжіліске өтудің пайызы төмендетілді дегендей. Бұл жақсы өзгеріс, алайда тағы да жеңілдік жасауға болады деп ойлаймын. Партия құрудың көкесі осы екен деп топырлатуда дұрыс емес әрине. Тұрақты түрде 10-12 партия болса жеткілікті сияқты. Қазір парламентте 6 партия отыр. Бұл осыған дейінгі парламенттен әлде қайда жақсы. Ал келесі парламентте бұдан да көп партия отырса, ол тіпті жақсы деп ойлаймын. Талқы артады. Саяси науқан демекші. Қазір ауыл ауданда да сайлаулар өтіп жүр. Ауыл әкімін сайлау, аудан әкімін сайлау дегендей. Дұрыс әрине. Еуропаның біраз елінде баяғыдан солай ғой. Кей жерде әділетті болып жатыр, кей жерде әділетсіз өтуде. Кей жерде рулық көзқараспен дауыс беріпті дегенді де естіп қаламын. Бұл жайында бір жазба жазам. Бастапқыда түрлі олқылықтар болатыны анық, дегенмен ақырындап басталды. Кем-кетігі жүре түзеледі. Бәрібір өтетін жол ғой. Ендеше қазір бастап кеткен дұрыс болады. Президенттік мерзімге қатысты сайттар жазып жатыр. Соны көріп туындаған ойлар ғой. Назарбаев билігінен бері қалыптасқан түрде кезектен тыс президент сайлауы, кезектен тыс парламент сайлауы деген дәстүрлі сайқымазақ сайлаулар арқылы елдің сенімін өшіріп алған шенділер әлі де болса сол бір ескі сүрлеуді жалғастырып келе жатыр. Қуыршақ кандидаттарды жинап алып, ел алдында масқара болуды әдетке айналдырғандар қоғаммен санасуды құп көрмейтін тәрізді. Ал саяси партиялардың тіркелу үрдісі шимай шатпақ. Мұны талай мәрте көз көрді. Шынайы демократиялық ел боламыз десек, бірінші кезекте әділ сайлау өткізіп, халықтың үніне бір сәт құлақ түрер болса,
жағдай басқаша болар ма еді, кім білсін. Дегенмен 7 жылда аз уақыт емес, дөңгеленген дүние дүрбелеңінде біршама істер атқаруға жеткілікті. 30 жылғы озбырлыққа төзген халық үшін 7 жыл түк емес, алайда бәріне уақыттың сыншы екенін ұмытпайық. Үшінші президент келіп тағы бір заң шығара салмасына кім кепіл? Осы орайда белгілі саясаттанушы Шалқар Нұрсейіттің авторитар режимнің солдаттарына ескертуін ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Ол былай дейді: мен Қазақстанда тіркелмеген ешбір саяси партияның мүшесі емеспін. Саяси белсенді де, саясаткер де емеспін. Мен саясаттанушымын. Әлеуметтік желілер және медиадағы менің пікірім, саясаттанушы ретінде бағам мен болжамым, қандай да бір саяси іс-әрекетке шақыру емес. Саяси репрессияға қарсы тұру үшін азаматтық қоғамның қолында қазір екі ғана құрал бар: шындық пен ашықтық. Осы екі құрал түптің түбінде Қазақстанды автократиядан құтқарып, елімізде демократия таңатуына себепкер болады деп сенем. Қазіргі режимнің адал солдаттарын менің медиадағы пікірім мен әлеуметтік желідегі посттарымнан тырнақтың астынан кір іздемеуге шақырам. Ертең тарихта қарабет болып қалмайын десеңіздер, қазіргі құйтырқы іс-қимылдарыңызды тоқтатуға шақырам. Кезінде мәңгілік тұратындай көрінген Назарбаев режимінің қаңтар қырғынынан кейін қандай күйге тап болғанын тағы бір еске салсам деймін. Ең бастысы, трагедиядан сабақ шығаруға үндеймін. Осы елдің азаматы ретінде де, саясаттанушы ретінде де екінші қаңтардың болғанын еш қаламаймын. Қоғамдық өмірдегі белсенді позициям бейбіт жолмен Қазақстанның автократиядан демократияға көшуіне тамшыдай болса, өз үлесімді қосу ниетім. Басқа ештеңе емес, дейді Шалқар Нұрсейіт.